Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Сіздерді бүгін 1 қыркүйек білім күнімен, алғашқы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы оқу жылы ерекше, өзгеше болып жатыр. Себебі елімізде пандемиялық жағдайға байланысты оқыту қашықтықтан өткелі отыр. Биылғы жылы сіздерге жаңа оқу жылында шығармашылық табыс, көптеген жеңістер тілеймін. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алғашқы Қазақстан Республикасының Конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Кейіннен 1995 жылы өткізілген республикалық референдумде дауыс беру нәтижесі бойынша қатысушылардың 89% жаңа Конституция үшін дауыс берді. Конституцияның негізін жалпыға ортақ адам құқықтары жөніндегі декларацияда, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар жөніндегі халықаралық пактіде, азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық пактіде бекітілген құқықтық ережелер құрады. Қазақстан Республикасының 1995 жылы Конституциясы 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Қазақстан Республикасының демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет екендігі, мемлекеттің ең жоғары құндылығы адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандығы екені нақтыланған. Сен ғұлама Аристотельден кейінгі әлемге әйгілі ғалымның кім екенін білесің бе? 870 жылы, 950 жылдары Сырдария бойындағы Отырар қаласында туып өскен данышпан, энциклопедист ғалым Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыз. Отырар қаласы сол кездері Фараб деп аталған. Сондықтан да өзінің Мұхаммед ибн Узлах Тархани деген есімін туған жеріне байланыстырып, әл-Фараби деп атаған. Бірнеше тілдерді жетік меңгерген, 100-ден аса ғылыми еңбектер жазған әл-Фараби бабамызды Азияның ғалымдары Ибн Сина, Бируни, Омар Хайям да ұстаз тұтқан. Ай мектеп. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Абай атамыз табиғатты сипаттасы айналаға жан бітетін сияқты. Абай атындағы академиялық опера және балет театры. Абай операсы. Абай даңғылы. Абай ескерткіші. Аға, сіз қазақта ақын көп болған деп едіңіз ғой. Онда неге барлық жерде тек Абай атамыздың аты жазылған? Дана, барлық жерде емес. Бірақ Абай атамызға деген құрметтің ерекше екені рас. Оны қазақтың бас ақыны дейді. Неге? Ол несімен ерекше? Абай жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Ол ұлы ақын, ғұлама ойшыл, аудармашы, әрі композитор болған. Онда ол бала кезінен өте қабілетті болған шығар. Иә, Абай жасынан білімге құштар, өте алғыр бала болған. Анасы Ұлжан мен әжесі Зере өздері білетін ертегі, аңыз әңгімелерді Абайға көп айтатын болған. Ал әкесі Құнанбай Абайды Семейдегі Ахмет Риза мешіт медресесіне жіберіп оқытқан. Бұл медреседен Абай мұсылманша білім алып, түрік, араб, парсы тілдерін оқыған. Шығыс поэзиясы және сөз өнерімен, оған қоса математика, география, жаратылыстану ғылымдарымен танысқан. Низами, Науаи, Физули және басқа да шығыс әдебиет алыптарының өлеңдерін көп оқыған. Өз бетімен орыс тілін үйреніп, орыстың Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Щедрин, Некрасов сияқты ойшылдарының еңбектерімен танысқан. Кейін олардан аудармалар жасайды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, әлемге әйгілі ақын Шекспирдің шығармаларында оқиды. Осылайша дүние танымын кеңейтіп,
білімін шыңдай береді. Әкесінің қалауымен ел ісіне ерте араласқан Абай тез есейіп, жастайынан сөз өнеріне, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, бойына сіңіре білген. Сонда ұлы ақын болу үшін көп оқу керек екен ғой. Көп оқып қана қоймай, жинаған білімді халқының жақсылығына, елдің пайдасына жұмсай білуің керек. Абай өз шығармаларында үнемі халықты өнер мен білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Қалың елім қазағым, қайран жұртым деп, қазаққа жаны ашып, халық үшін егіледі. Қазақтың баласына арнап жақсы мен жаман туралы көп айтқан. Иә, Абай атамыздың өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз деген жолдарында неден қашық болу, неге асық болу керектігі айтылған. Мен оны ұмытпай, есімде сақтап жүрем. Аланаға, мен үйдегі сөреден Абайдың аты жазылған 2 ғана кітап көрдім. Одан басқа кітаптары бар ма? Сұрағың өте дұрыс. Шынында да Абай атамыздың мұрасы көлемі жағынан үлкен емес. Сен көрген 2 кітап Абай өлеңдерінің жинақтары. Одан басқа Абай атамыздың 45 қара сөзі бар. Олардың әрқайсысы көлемі жағынан шағын ғана, бірақ мағынасы өте терең. Жеке шығарма. Аға, мағынасы терең деген не? Оны қалай білеміз? Бұл сұрағың қиынырақ. Менің ойымша, терең мағына әр адам оқыған сайын жаңалық көре алатын ерекше туындыға тән болады. Қарашы, ұлы ақын Абай атамыздың өмірден өткеніне 100 жылдан аса уақыт өтсе де, содан бері адамзат тарихы қатты өзгерсе де, ақын сөздерінің мағынасы еш ескірген жоқ. Рахмет аға. Мен Абай атамыз туралы көбірек біліп, оның айтқан сөздерін түсінгім келеді. Жүр ендеше, Абай атамыз туралы операны көрейік.